Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өзімнің көптен бері жасап келе жатқан ең сәтті рецепттерімнің бірі, барлық қонақтарға ұнайтын, кремі өзгеше дайындалатын дамские пачки тортын бірге дайындап көреміз. Ендеше менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен заварное тесто дайындаймыз. Отымызға кастрюлемізді қойып, үстіне суымызды және сары майымызды саламыз. Араластырамыз. Майдың температурасы маңызды емес, өйткені біз оны қазір ерітетін боламыз. Майдың проценті де маңызды емес, маргарин қоссаңыздар да болады, бірақ та маргарин денсаулыққа зиянды, сондықтан сары май қосуды ұсынамын. Майымыз ерігеннен кейін ұнымызды қосамыз. Дәл осы кезеңде ұнымызды тез араластырып жібереміз, өйткені біздің ұнымыз комочек болып жиналып қалуы мүмкін. Бар күшімізбен, жылдамдығымызбен тез араластырып отырамыз. Біздің ұнымыз суды өз бойына сіңіріп алғанға дейін мұқият араластырамыз. Ұнымыз суды өз бойына сіңіріп алған кезде біздің кастрюлеміздің түбінде крошка пайда болады. Сол крошка пайда болғанға дейін ұнымызды араластырып тұрамыз. Видеода барлық анық түсіндірілген, мұқият қараңыздар. Міне осындай крошка пайда болғанға дейін араластырамыз. Крошка пайда болған кезде біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Бөлек ыдысқа суытып аламыз. Біздің қамырымыз қазір ыстық болып тұр. Біз оны ыстықтай қолданбаймыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан әрбір 2-3 минут сайын араластырып, осылай қолымызбен тексеріп отырамыз. Температурасы жылы болуы тиіс. Сол кезде жұмыртқамызды бір-бірден қосып араластырамыз. Бастапқыда жұмыртқамыз қамырымызға бірікпей шашылып жатады, бірақ та қолымыздың күшімізбен осылай жиі араластырып біріктіреміз. Біздің жұмыртқамыз қамырымызға біріккеннен кейін келесі жұмыртқамызды осылай қосып отырамыз. Әрбір жұмыртқамызды жеке қосып араластырамыз. Достар, сіздерге менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, онда менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, жақын достарыңызбен бөлісе кетуді де ұмытпаңыздар. Менің каналымның алға қарай дамуына бұл өте маңызды, сондықтан мені қолдап жіберіңіздер. Осылай қамырымызды тексереміз. Біздің қасығымыздан қамырымыз созылып түсуі тиіс. Сол кезде біздің қамырымыз дайын болды деген сөз. Біздің қамырымыз әлі дайын болған жоқ. Қамырымыз асықпай түсіп тұр, сондықтан тағы бір жұмыртқаны қостым. Ең ақырғы жұмыртқаны қосқан кезде осылай қамырымыз созылып тұруы тиіс. Енді алдын ала дайындап алған пергамент қағазы қосылған противенге кіші қасықтың ұшымен осылай арасын алшақ қылдырып қойып шықтым, өйткені біздің духовкаға түскен кезде қамырымыз үлкен болып көтеріледі. Одноразовый мешочекқа насадка салып қамырыңызды құйсаңыз да болады, бірақ маған осылай жеңіл, сондықтан осылай дайындап алдым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіп шықты. Осылай көтерілетін болады. Барлығы жабыспай, әдемі болып пісіп шығады. Арасы осындай болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Құрғақ ыдысымызға 1 кесе сметанамызды және де 1 кесе қантымызды салып, миксерлейтін боламыз. Біздің қантымыз ерігенге дейін миксерлейміз. Және де достар, бұл жерде бізге ешқандай весаның қажеті жоқ. Барлығын кесемен, күрішкемен осылай өлшеп құятын боламыз. Енді осындай фрима деген сухой молоко болады магазиндерде. Соны бөліп қосып миксерлейтін боламыз. Сухой молокомыз біздің сметанамызға біріккенге дейін үздіксіз араластырып тұрамыз. Жарты пачка кетеді сухой молокодан. Бірақ та ол сметананың қоюлығына байланысты. Егерде сіздің сметанаңыз қою болса, онда жарты пачка кетеді. Егерде сұйық болатын болса, онда қоюланғанға дейін қосатын боласыздар.
біздің креміміз дайын болды. Осылай кішкене созылып тұруы тиіс, қатты сұйық болмауы тиіс. Міне көріп тұрсыздар ғой, осы видеодағыдай жасайсыздар. Қоюлығы осы видеодағыдай болған кезде барып миксеріңізді өшіретін боласыз. Енді біздің қамырымызды осылай жеке-жеке қолымызбен қойып шығамыз. Қасықпен қойып шықсаңыздар да болады, бірақ маған осылай қолмен қойған ыңғайлы, сондықтан осылай қойып шықтым. Барлығын жеке-жеке кремге аударып аласыздар осылай. Достар, сонымен қатар менің каналымда Whoopie Pie тортының оригинал рецептісі бар. Егер де сіздер әлі тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде тіркеліп көрсеңіздер болады. Және де қазір жоғарыдан сілтемесі шығады. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер де болады. Кремдеріміздің барлығын жағып болдық. Енді осылай арасы ашық болып қалған жерлерге қасықтың ұшымен кремімізді жағып шығамыз. Енді біздің тортымызды әрлейтін боламыз. Әрлеу жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен сіздерге қазір 3 түрлі оформленияны көрсетемін. Ең алғашқысы ягодалар қойып әсемдесеңіздер болады. Мен клубника қойдым. Клубника қойсаңыздар да болады, вишня қойсаңыздар да болады, малина, киви, өзіңіздің қалауыңыз бойынша үй жағдайында қандай ягодалар бар, соны қойып шықсаңыздар болады. Енді екіншісі, осылай теркадан рахат шоколадын өткіздім. Бір плиткасы кетеді. Енді үшіншісіне бір шоколадты ыстық суда ертіп алдым да, осылай үстіне узор жасап шықтым. Барлығы видеода анық түсірілген, сондықтан видеоны мұқият қарап отырыңыздар. Біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жақын достарыңызбен бөлісе жүруді де ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.